Желіде жақсы жаңалық зейнетақы алатындар көрсін. Бұл видеомыз астына бір емес ондаған лайк бассаңыз тұрарлық. Елімізде зейнетақы көлемі асты. Сәлем қымбат көрермен, сіз білген және сіз күткен арнаны назарларыңызға қайта оралды. Біз сізге ең жақсы ұсынамыз. Жұмысымыз жауапсыз қалдырмау үшін видео астына бір даналық белгісін басып қойыңыз. Сіз басқан болсаңыз ендеше біз басадық. Елімізде зейнетақы көлемі 14 теңгеге өсті. Бұған дейін зейнеткерлер орташа 120.923 мың теңге алса, енді ол 120.934 теңгеге көтерілді. Жыл басынан бері бюджеттен 2.200.8 миллиард теңге зейнетақы төленген. Оның ішінде базалық 675.2 миллиард теңге, ынтымақты зейнетақы төлеуге 1.525.6 миллиард теңге қарастырылды. Жалпы Қазақстанда 2.305.000 зейнеткер тұрады, ал еңбек қабілетінен айырылғандарға берілетін әлеуметтік төлемнің орташа мөлшері 45.654 теңге болып бекітілді. Мұндай көмекті 538.000 адам алады. Ажырасуынан айырылған азаматтарға 50.012 теңге беріледі. Олардың саны 86.000. Зейнетақы көлемі және айлық көлемі асуын қаласаңыз, видеомыз астында өз лайктарыңызды аямаңыздар.